Еуропалықтар мойындаған мощный құрал құйрық май. Баяғыда әжелеріміз бала ауырса дәріханаға жүгірмейтін, алдымен үйде бар табиғи емді қолданатын. Солардың ішінде ең күшті әлі күнге дейін ғылыммен дәлелденіп отырған құрал құйрық май. Неге ол мощный құрал? Майдың табиғи құрылымы адам денесіне жақын, ішке жағылса іш желіні шығарады, кеудеге жағылса жөтелге тұншығуға қарсы көмектеседі. Табанға жағылса денені жылытатын қуат көзіне айналады. Қазір бұл әдісті немістер, француздар тіпті медициналық массажда пайдаланып жүр. Ал біз ше? Менсінбейміз. Біздің әжелеріміз дәрігер болмаған, бірақ қалай емдеу керегін білген. Сен де сол тәсілді заманауи түрде меңгергің келсе, сені 1 мамырда басталатын күні